Қайырлы күн, құрметті достар. Біздер бүгін Жаңақорған ауданындағы Қаратөбе ауылдық округіндегі Баспақкөл ауылындамыз. Ендеше Баспақкөл ауылдық округінің жастарының тынысымен таныстыратын осы ауылдың жастар ісі жөніндегі маманы Оразқұлов Әбнұр бауырым. Алмас бауырым, осынау ауыл шаруашылық қолдау арқылы 6%-бен несие алған екенсің ауыл шаруашылық қорынан. Қандай бақытты алдың? 2018 жылы осы мал бордақылау уақытында 3 миллион кредит алғам 6%-бен. Содан мал бордақылап, өгіз алдым бұқалар, оны уақытылы етке өткізіп оттым. Жаймен деп сөйтіп, жаман емес, соның арқасында жаман болған жоқпыз. Малды азында тұрамыз, жем береміз, суын береміз, оңай емес сол мал шаруашылығы. Бірақ енді үкімет қолдап, ақша беріп тұрғаннан кейін тірлік істесін деп мал бордақылап, уақытылы етке өткізіп, халыққа қызмет жасап. Нәтижесі осы жаман емес. Әлі сол малмен, етпен айналысып жатырық. Алмасынау енді мал бордақылап жатсыз. Бұның етін қайда өткізіп жатсыз қазіргі таңда? Қалаға жіберем, ай сайын ауылға жіберем, ауыл жілікке сойып берем. Жаңа тойға, басқаға, жақсылықтарға өте заказ келеді. Орада мал толып тұр, шетін сойып беремін, өзіне ұнағанын таңдап. Бұл еттен еш проблема жоқ, уақытылы өтіп жатыр. 3 ай, 4 ай байлаймыз, жем шөбін уақытылы береміз. Семірген мал таңдатып, өздеріне сөйт ұнағанын сойдырып алады. Әлекен ау енді осы мал шаруашылығынан басқа кәсіп бар ма сізде қазір? Иә, Құдайға шүкір қазір таңда осы мал жағынан және де осы малдың арқасы сөздің ашық енді. Осы спринтер автокөлігін алдым. Құдайға шүкір халыққа қызмет қойын жалпы осы ауылға пайдамыз тисе дейміз. Әйтеуір қазақтың жанашыр бауырлары болғаннан кейін қалада Түркістанға маршрутқа қойдым, азында шығып әбетте қайтамыз. Және де той жиын, және де қыдыруы тағы да майөкісі бар, сондай жағдайларда жалдайды. Әйтеуір ауылдың адамдары болғасын, қол жетімді бағада қолымыздан келгенше көмек қылып жүрміз. Құрметті достар, біз Баспақкөл ауылындағы 229-шы орта мектептеміз. Осы мектептегі ең жас мұғалім Әлихан Жұлдызбен сұхбаттасатын боламыз. Саламатсыз бе, Жұлдыз? Жұлдыз, қазіргі таңда осы мектепте қандай қызмет атқарып жатсыз? Мен 229-шы орта мектебінде ағылшын тілі пәні мұғалімі болып жұмыс жасап жатырмын. Қазіргі таңда біз мектепте оқушыларды қалай дағдысын қалыптастыру, оларды сыни тұрғыдан ойлау секілді жаңашылыққа ұмтылатын тың нәрселерге үйретіп жатырмыз. Осы орайда ағылшын тілінің атқарар рөлі зор деп ойлаймын. Балаларға тың тәрбие беруде, олардың әлеуетін арттыруда
үлес қосудамыз деп ойлаймын. Балаларды олимпиадаларға қатыстыру, қазіргі таңда тіпті бастауыш балаларының өзін онлайн олимпиадаға қатыстыру арқылы оларды біз үдеріске тартып жатырмыз. Олардың қанатын шыңдап, болашақта ағылшын тілі әлемдік деңгейлік тіл болғандықтан оны дамытып өз практикасында қолдану үшін барынша әрекет жасап жатырмыз. Және де осы мектепте мен ағылшын тілі пәнімен қатар Ішқұрай дебаттық клубының жетекшісі ретінде рөл атқарып келемін. Бұл бойынша біз балаларды өз ойын жеткізуге, тың идеялар ұсынуға, және де Қазақстан мемлекеті тіпті дүниежүзілік болып жатқан үлкен проблемалардың шешімдерін жан-жақты қарастыруға деген өз ойларын, өз ниетін білдіруге үйретіп жатырмыз. Осы орайда ауылдық, аудандық жарыстарға қатысып, жүлделі орындар алудамыз. Бұл біздің жас буынға беріліп отырған үлкен мүмкіндік деп ойлаймын. Олар өздерінің шығармашылық қабілеттерін дамыта түседі деп ойлаймын. Шыңғыс, мынау комбайнға қанша жасыңнан бастап оттың? 19 жасымнан бастап оттым. Мектеп бітіргеннен кейін 1 жылдан кейін. Қанша атсызды орасыздар бір күнде? Bir günde 8-9 atızda oramız günde. Жалақыңыз қанша қазір таңда? Қазір таңда жалақым 150 мың теңге айына аймай аламыз. Құрметті достар, біз бүгін Баспақкөл ауылындағы бау-бақша өнімімен айналысатын кәсіпкер бауырымыз Ерназар бауырымыздың огородындамыз. Ерназар, ассалаумағалейкум. Ерназар, мынау бау-бақша өнімдері ішінде қандай өнімдермен қазіргі таңда дайын тұр? Мына жерде қазір шамамен 20 гектар егініміз бар. Оның ішінде 10 гектары дарбызбен, қалғаны асқабақ пен қауынымыз бар. Қазір мінекей Құдай қаласа дарбыздың соңғы өнімін басып жатырық. Алдағы бір аптаның көлемінде күзгі дәмді өте жақсы қауынымыз бар. Алда қаласа соның өнімін енді бастайын деп отыр. Соған ат салысып, мынау Құдай қаласа өлең басында әрекетіміз, еңбегіміздің жемісін көріп жатқан жайымыз бар. Енді қазіргі бағыттарыңыз экспортқа қайда жіберіп жатсыздар? Қазіргі бағытымыз алды Қостанайда, Қостанай, Ақтөбе, Астана қаласына кіріп жатыр. Құдай қаласа мынау соңғы рейсіміз Шымкент қазіргі. Ең көп бағытымыз Қостанай облысы болды. Биылғы өнім Қостанай облысына жібердік. Сол. КАМАЗға арту жұмыстарын осы Баспақкөл ауылдық округінің жастарын жұмысқа тартып жатсыз ба қазіргі таңда? Әрине, күнделікті 10 бала. Бағасын 3,5 теңгеден килограмм басады балдар. Күніге әр бала 20 мыңнан келеді. Осы ауылдың жастары, солардың арқасында өніміз барлық жұмысымыз сол кісілердің арқасында бітіп жатыр қазіргі шақта. Ал құрметті достар, бүгінгі Баспақкөл ауылындағы бір күніміз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.